Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті атыраулық ағайын. Тумақ бар жерде өлмек бар дейді. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала біздерге барлық тіршілік иесі өлімнің дәмін тататындығын жеткізген болатын. Мінекей, адам өмірде жүрген кезде қандай сыйлы болса, өмірден өткен кезде де шариғаттың талаптарына сәйкес құрметпен жер қойнауына беру біздің міндетіміз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бүгінгі таңда еліміздегі барлық зираттарды бірізділікке, бір жүйеге келтіру үшін арнайы құжаттарды қабылдады. Біздер де осы Атырау қаласында, Атырау өңірінде сол құжаттың аясында жерлеу рәсімдеріне кірісіп жатқан жайтымыз бар. Міне арнайы әкімшіліктен жерлер бөлініп, және де арнайы баннерлер ілініп, халыққа насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда қабірлерге қарасақ, бірінің қыбыласы бір жақта, екіншісі бір жақта, яғни бір реттілік жоқ, бір жүйе жоқ. Және ішінде тазалықта кей кезде болмай қалып жатады. Міне соның барлығын шариғатқа сәйкес, басында құлпытасы болсын, оның биіктігі болсын, оның көлемі болсын, соның барлығын осы қамқор шарапат деп аталатын жерлеу рәсіміндегі муфтияттың көрсеткен құжатына сәйкес атқаруды біз жеткізіп жатырмыз. Барлығымыз бір болып осыны қолға алып, осындай бір тәртіппен, жүйемен атқаруды Алла нәсіп етсін дейміз.